Жаңа оқу жылының бірінші аптасы өтті. Биыл алғаш рет мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндердің саны әдеттегіден әлдеқайда көп екендігі бірден көзге түсті. Мәселен, Алматыдағы нөмір 152 мектептің өзінде 15 бірінші сынып ашылған көрінеді. Бұл демографиялық дүмпудің нәтижесі ме, әлде ішкі миграцияның әсері ме? Қалай болғанда да қазақ мектептерінде бүлдіршіндер қатарының көбейгені қуантады. Әріптесім Гүлжан Кәленқызының арнайы репортажына назар аударайық. Статистикалық мәліметтерге сәйкес, соңғы 10 жылда республикадағы халық саны 2004 жылмен салыстырғанда 16,5%-ға, Алматы қаласы бойынша 42,9%-ға өскен. Мамандар халық санының өсуі туудың жоғарылығында деп отыр. Бір ғана Алматы қаласында жыл сайын орта есеппен 30 мың сәби дүниеге келеді екен. Бесіктегі бала санының өсіп келе жатқанын демограф ғалымдар да растап отыр. Бұған биыл мектеп партасына алғаш отырған 2008-2009 жылдың төлдеріне қарап көз жеткізуге болады. Бірінші П болып жасақталған мына сыныпта 27 бүлдіршін білім алады. 1200 балаға арналған білім ордасында қазір 2300 бала оқиды. Олардың жартысын бастауыш сыныптардың оқушылары құрайды екен. Алматы қаласы бойынша бала туудың ең жоғарғы көрсеткіші 2007-2008 жылдары тіркелді. Биылғы бірінші сыныпқа барған балалардың санының көп болуы сол жылдардағы бэби-бумның нәтижесі деуге болады. Жуырда ғана Алматыдағы перинаталдық орталықта төртемді дүниеге әкелген 35 жастағы баян табиғи жолмен жүкті болғанын айтады. Бұдан бұрын 3 балалы отбасы енді көп балалы шаңыраққа айналды. 11-12 аптада мен Қахаман больницасына угрозамен түскен кезде сол жерде сол больницаның қызметкерлері анықтады, 4 екен. Қандай күйде болдыңыз? Енді біз өзіміз түсінбей қалдық, жолдасым екеуміз. Демограф мамандардың жүргізген сауалнамаларында жастар көп балалы болуды армандайтынын көрсеткен. Қазақстан ханшайымы байқауында бірінші орынды иеленген Ақнұр Жұмабаева бүгінде 6 баланың анасы. Балаларым байлығым дейтін көп балалы жас ана Мальта елінде 23 мемлекеттің ару аналары қатысқан халықаралық байқаудан жүлделі оралды. Көп балалы жанұя болуға біз енді жолдасым екеуміз өзіміз сондай шешім қабылдадық. Енді әке-шешеміздің қолдауымызбен, себебі менің жолдасым жанұясында жалғыз ол, сондықтан оның кішкентай кезден келе жатқан арманы. Мен өзім болсам көп балалы жанұядан шыққанмын. Мамандардың болжам бойынша бала туу көрсеткішінің ендігі бір шарықтау шыңы биыл болуы тиіс. Соңғы жылдары болашақ аналарды міндетті тексеруден өткізу жолға қойылып, жаңа технологиялармен жабдықталған ана мен бала орталықтары бой көтерді. Гүлжан Кәленқызы, Абен Нарымбаев, Кенже Амыраев, Нұрдәулет Жақсыбаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы.